Барлықтарыңызға сәлем. Бесінші сабаққа қатысты үй жұмысы сіздерге бере кетейін. Workbook'та мына бірінші тапсырманы орындайсыздар. Әдеттегідей мынау кроссвордты толықтыруларыңыз керек. Суреттер берілген, әрбір нөмірленген. Мысалы, біріншісі glasses, көзілдірік. Clues across дегеніміз білеміз. Горизонтальный, clues down дегеніміз төмен қарай подсказкалар. Одан кейін бізде мынау тапсырманы орындайық. Артикльдерді қойып шығуымыз керек. Немесе n. Б'ді де орындайық. Зат есімнің көпше түрі. Одан кейін мына сөздерді міндетті түрде жазып жаттап алатын боласыздар. Содан кейін сіздерге listeningға бір тапсырма. Сіздерде мынаны қосып тыңдаған кезде осы үш сурет қандай ретпен келгенін билеп шығуларыңыз керек. Біріншісі қайсысы, екіншісі қайсысы, үшіншісі қайсысы. Яғни 4-аны орындаймыз. Сонымен үй жұмысы осы. Орындаңыздар, сәттілік.